Yangallam taşlar aytar tarihi sözün. Yangallam babalarım kollarını küz denge salt. Köksimde öneri mıktı bal git. Ayız kala toprak kala ulu babamız salyan. Sır boyunda sağdızlar az yürek irav sol dalar. Tayik bazar tarih tama yaşar sol kanadalar. Достар, hazır bizler көріп тұрғаныңыздай шылпықтамыз. Көбісіңіз білесіздер шылпықтың тарихын, бұл не жер екен. Бірақ бір затларды айтып өтпекшіме, бұл жерде шылпықта зарастризм уақытынан қалған көп естеліктер бұл жерде табылған. Мысалы, кеше біздер музейге барғанда ассуарияларды көрдік. Музейдің ішіндегі қазіргі ярымта ассуариялар именно осы жерден табылған. Сенесіз бе, уақытында, зарастризм уақытында адамлар өлгеннен кейін телосын бұяққа алып келіп, жоғарға тастап кететін болған. Сол уақытта олар қайтыс болған адамның үй іші дене полностью сүйегі қалмағанша күтетін болған. Хайуанлар, әрқыл құслар осы денені жеп болғаннан кейін сүйеклерін үй іші келіп алып, ассуарияның ішіне салып сақлайтын болған. Ассуария үшін отдельно сақланатын жерлерде болған. Сенесіз бе? Әмде мен бір қызықарлы афсана естім. Енді бұл афсана, бірақ сіздерге айтып бермекшімін. Уақытында шылпық деген бала болған екен. О заманда қартайған әкелерін адамлар шылпыққа әкеліп тастап кететін болған. Қартайып қалған әкелері өсерде өліп кететін болған екен. Сол уақытта шылпық деген бала өз әкесімен айлан жүріп, бұяққа келіп тоқтап, демалып алайық деп отырады. Сол уақытта отырғанда әкесі баласына қарап күледі. Баласы айтады: "Неге күліп жатсыз?" дейді. Әкесі болса айтады: "Уақытында мен өз әкемді осы жерге әкеліп отырайық деп отырып едік" деп. Сол уақытта бала түсінеді, әкесі түсінгенін. Бірақ сол уақытта бала өз әкесін тастап кете алмай, өзіменен әстен ешкімге айтпай үйіне алып кетеді. Сол уақытта қоңсы қобалар, сол ауылдың адамлары естіп, "Сен біздердің дәстүрімізді бұздың" деп, о баланы жазалайды. Енді бұл афсана, білмейміз расын өтірік, бірақ естіп бір қызық көрдім, себебі зарастризмнің жаңағы азғантай идеясына ұқсап кетеді сол афсанада да. Соның үшін бұл біздердің жүзі мистический жеріміз, Қарақалпақта ең мұхым туристический объектіміз қазір күнде. Менің папам осы жерлерде туылды, мен үшін бұл место силы дейді, күш маған беретін жер деп айтады болады. Әр уақыт Қарақалпаққа келгенде әлбетте мен осы шылпықтан өтемін. Достар, бізде Топырақ қалаға бара тұрғанымызда жолда Қызыл қаланы көріп тоқтап алдық. Негізі бұл Қызыл қала жаңағы Хивинский ханство уақытында военный казарма болып істетілген екен. Көп адамлар айту бойынша бұл жерде көп затлар сақланып қала алмаған, себебі енді неше әсірлер өтіп кетті бұл Қызыл қала құрылғанына. Бірақ жергілікті адамлар айту бойынша бұл жаңағы жерді тауғаннан кейін көп адам алтын табамыз деген үмітте қазып алтын таба алмай алтынның орнына жылан тауған дейді. Енді қайдам военный казармаларда алтын болмаған шығар деп ойлаймыз. Мында достар қараң, бағана қазды деп айттық қой. Мына жерде сондай ойық қазылған, енді көрінбейді, ар жақта естіді. Сол жерде, по-моему, қас көрген адамлар бар ғой. Қызыл қала дәсілеп соңғы антик дәуірде эрамыздың 1-ші һәм 4-ші асырлерінде құрылған. Кейін таслап кетілген. 12-ші һәм 13-ші асырлерде монғоллар басқыншылығы алдында қайта тікленген. Диваллары қам кірпіштен құрылған. Сыртқы дивалда болса оқ ату үшін арыз тәрізді саңлақлар бар.
Достар, бұл Топрақ қала Елек қалада жайласқан. Деректерде айтылуынша, бұл өзі жер неше бір қызметлерді атқарылған. Қазір қарасаңыз, әр жаңа барған қалаларымызда осындай ағашларды кіргізіп қойыпты. Негізі сол заманның архитектурасы қараң қандай ақылы болған. Мына енді топырақтан істелгеннен кейін көп жауын жауып, бәрі топырақ білесіз ғой шашылып бастайды. Бұл ағаш болса, ағаш өзі су тиіп тез құриды. Тез құрғаннан кейін бұлам жаңағы іштегі топырақларға тез құруға жәрдем береді. Әмде естесін фундаменті ұслап тұрады деп ойлаймын. Сонан кейін әр қалаларда сондай архитектурасында сондай ағашлар тұрыпты. Жүдә қызық бұл мен үшін. Топрақ қала негізі өзі біздерім эрамызда 1 һәм 6 асырлердің арасында болған уақытқа тиесілі. Соның үшін өзіңіз ойлап көрін қандай ескі жерлер бұлар. Тап біздің Нүкістен ұзағымыз жерде жайласқан. Соның үшін тарихымыздан жақсылап оқу керек деп ойлаймын. Мен өзім көп зат білмейдікенмен бұл жерлер хақында өзім келіп қазір хайран қалып отырмын. Себебі қалай сол эрадамын бұл стеналары сақланып қалғанда қараңса. Бірнеше источникларға қарағанда бұл өзі сол асырде бұл архитектура өзгеше басқаша болған. Һәм бұл имараты 150 артық ханалар болған, комнаталар болған деп айталады енді. Бірақ енді 150 комната болса енді үлкенге ұқсап тұрыпты соған қарағанда. Самалда бірақ шаштар ұшып жатыр алып. Елестірмейсіздер яқшыма. Анда аяқты туристер жүрді қараң, европейцілер. Бұяққа жүді айтпақшы, көп испанцылар келеді, итальянцылар келеді. Олар тарихында оқиды ма я? Мен себебі көп испанский блогерларды көрдім. Бұлар ұшаққа келіп, жаңағы видео һәм суреттерге түсірген. Мен хайран қалдым сол вақтар асын айтсам. Бізде бізен Нүкістен мына жерде тұрып келмейміз. Бұл здание 2 қабатлы болған дейді. Әмде источниклар бойынша бұл жерде өздері өзінің теңгесін істейтін болған деп айтады. Теңгесін істеп өздері қолданатын болған да жерде. Мен бірақ музейді барып сұрап көру керек. Бәлкім теңгелер табылған бекен, білмедім. Топрақ қала Султан Уайыз тізбегінен бірнеше километр құбылада Нүкіс төрткіл магистраль автомобиль жолына тікелей жақын жерде жайласқан. Тикарғы қорғану девалары 4 мүйіш формада болып, бүгінгі күнге шекем 8 һәм 9 метр биіктікте сақланып қалған. Қаланы зерттеген Сергей Павлович Толстовта бірнеше мәрте топрақ қала архитектурасы Месопотамия имаратлары менен белгілі бір байланыстылар бар екенлігін айтып шыққан. Бұл қала негізі басқа қалаларға қарағанда сәл үлкенірек. Негізі бар ғой, хайме қалалар бір-біріне жақын жайласқан. Біздер қазір Қызыл қалаға бардық, тап соның шеп жағында қасында мында топрақ қала. Кейінгі қаламыз болса, аз көресілер. Достар, біздер Ақша көл деген жерге келді. Қарилар бәрі екен, кафе. Бірақ бұл жерде қазақша, ішіне қараң. Әр жерде араласқанда қазақша, қарақалпақша, бірақ бұл жерде қазақша негендер нағызлар. Яқшы бәрі үстерде отырамыз, жолда ауқат жейміз, себебі біздер жаңағы топрақ қаладан шықтық, есет болмағанға біздер үстерге келіп, тауып алдық мына жерді. Азыр ауқат жемесек, расын айтсам, алттан бері жүріп есет жемей. Келін көреміз, нелері бар екен. Қараң, қадымы компот салатлар, ачучуклар бар екен. Және қандай ауқатлар, шашлыклар бар, сорпалар бар, балық бар екен. Қараң, балық. Көп екен. Азыр көреміз, давайте заказ етіп. Бірақ біздер тушенка заказ еттік та. 45 минут екен таяр болады. Жам шығып кетті, себебі бізде уақыт жоқ қойды, 45 минут ауқат күтіп отыруға. Бұл жаққа асықпай келіп жеп отыратын жер екен, достар. Жаңа қарин ішінде маза қылып, соң үшін біздерге онша келіспеді. Біздер барын жеп, құда қалса кетеміз кейінгі локациямызға. Достар, жолда да біздер Ақша көлді тоқтап, ауқат жеп болып, енді Аяз қалаға жол алдық.
Достар, ал біздер енді Аяз қалаға жетіп келдік. Азанның шыққанлы бері әзір түс болды. Шаңқай түсте жетіп келдік. Рас айтсам, бұл негізі Аяз қала олда қорған болған. Аяз қала өзі әме қалалардың ішінде ең үлкені болады. Себебі бұл 3 қаладан, яғни 3 қорған қаладан ибарат болған. Бұның басқа қалалардан айырмашылығы бұл 4 мүйішлі формада құрылған қала болады. Бірақ қазір жоғарыда қарасаңыз, көп заты уже қалмаған. Енді неше заманлар өтіп кетті. Негізі бұл жерде бір легенда бар. Патша сонда уақытында кім сондай үлкен жақсы қорған құрса, өзімнің қызымды беремен деп уәде етіпті. Бір Аяз деген шопан болған. Сөйтіп бұл Аяз қаланы сол Аяз деген шопан құрып бастайды. Үлкен етіп құрып басылап тамам болайын деп отырғанда, ол түсінеді, жаңағы патша алдағанын қызын ешкімге де бермейді екен. Соның үшін бұл қала до конца құрылмай қалған деп айтады. Енді білмейміз, расын өтірген сондай легендалар бар.